Тауық бар жерге 3 бәле жоламайды. Мұхаммед пайғамбар миғражда үлкен қоразды көріпті. Ол жаппар хақты мақтап-мадақтап зікір айтып тұр екен. Сахар мезгілі жақындағанда жерге түсіп: «Ей момындар, тұрыңдар, зікір айтқан сахарда хаққа құлық қылыңдар, нұр таратып жаһанға» деп шақырады екен. Оның даусын естіп жер бетіндегі барлық қораздар жұртты оята бастапты. Қораздың сахарда шақырғаны Тәңірді еске алған екен. Ән Хазірет миғраждан келген соң сахабаларына: «Тауық асыраңдар, сауабы мол болады. Тауық бар жерге 3 бәле жоламайды. Жын перінің шәрі келмес, сиқыршының дуасы өтпес, бақсының жыны жетпес» деп насихат айтыпты. Содан бастап мұсылмандар тауық асыруға мән берген екен. Жүрек көзі ашылған әулие адамдар да тауықтың шақырғанын жай ғана дыбыс деп емес, мақлұқтың құлшылығы деп біледі. Оған дәлел Шәкәрім Құдайбердіұлының «Тауық неге шақырар сағат сайын» деп басталатын өлеңі. Ақын осы өлеңінде хайуанның қылығын басқаша қырынан сипаттайды. «Тауық неге шақырар сағат сайын, дейме уақыт өткенін ұқтырайын. Олар деп тұр, ойға алып бір құдайын, зор құдіретін әлемге ұқтырайын. Құлшылық намазы мен иманы сол, күнде бір, айында бір сағат сайын». Кейбір аңыздарда қораз шақырса періштені көреді, қарға қарқылдаса шайтанды көреді деп ырымдайды.